Қайырлы күн, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Так, бүгін кезекті тақырыбымыз біз жаңа логикалық амалдармен жұмыс жасайтын боламыз. Олимпиадаларда жиі келетін тақырыптардың бірі. Бұл енді заңдылықтар тақырыбымен сәл ұқсастау, бірақ біз белгілі бір берілген формула бойынша немесе жасырынған формула бойынша келесі бір өрнектің мәнін табу керек. Бұны біз жаңа логикалық амалдар деп атаймыз. Енді әртүрлі атауы бар бұл жерде, бірақ жаңа логикалық амалдар немесе заңдылықтар деп те атауға болады. Сондықтан бұл тақырыппен бүгін біз кеңінен тоқталатын боламыз. Дайын болсаңыздар, сабақты бастаймыз. Үй жұмыс міндетті түрде беріледі, сондықтан міндетті түрде менің шығарған есептерімді бірде-бір дәптерге жазуға мүмкіндік болса, өте жақсы болатын еді. Енді бұл жерде мен тағы да қайталап айтамын, әрбір сабақта айтамын, бұл жерде менде екі-ақ түрлі мақсат. Біріншісі, бұл тақырыпты оқушыға қалай түсіндіруге болады, немесе өзіңіз олимпиадаға барып жатсаңыз, қалай оны шығарасыз, тиімді тәсілмен, оңай тәсілмен. Сол форматта біздің басты мақсат. Так, бірінші тапсырмадан бастайық. Мен енді жақсы басқа түспен жазайын, қызылмен жазу кішкентай ыңғайсыздау деп айтылғаннан кейін қызылды алып тастайық. Так, менің экраным көрініп дауысым естіліп тұрса, плюс қоя салыңыздар, міндетті түрде. Жақсы. Қараңыздар. Бізде берілгені мынау бірінші өрнекте А, Б тең болады 5 көбейтілген Б, азайтылған 3 көбейтілген А. Міне мынау менде бірінші өрнек, мынау екінші өрнек. Міне бірінші өрнегіміз мұнда 3-ке көбейтіліп жатыр. Екінші өрнек менде Б 5-ке көбейтіліп жатыр, екеуінің айырмасы. Бірақ ортадағы кез келген амал, бұл логикалық амал. Бұл бізде қосу емес, көбейту емес. Бұл бір белгілі бір формула ретінде қойған. Міне, мынау бізде формула ретінде біздің пайдаланатынымыз. Енді бұл формуланы қалай пайдаланамыз? Қарайық. Бізде бірінші өрнекте берілгені 6 дөңгелек 4 деп тұр. Енді мына жерде мен қандай қорытынды шығарып аламын? Мына жерден А-ның мәні нешеге тең менде? 6-ға тең, ал Б-ның мәні 4-ге тең. Осылай мен нақты сіздерге жазып алайын, түсінікті болу үшін. Енді қалай есептейміз? Тура осыны есептеу үшін жай ғана формуланы білеміз. Мына формуланы орнына әкеп қоямын. Мына формулаға әкеп қоямын. Қалай қоямыз? А-ның орнына апарып мен нешені қоямын? 6-ны қоямын. Онда мен бірінші жазып аламын. 6 дөңгелек 4. Міне, мен тағы да басқа түспен жазып қояйын. Мынау менде 6 деп отырған менде А-ның мәні, 4 дегеніміз ол Б-ның мәні. Түсініп отырсыздар ғой? Енді жай ғана орнына апарып қойып көрейін. Так, бірінші біз 5-ке көбейтеміз. Көбейтуді мен нүктемен жаза берейін. 5-ке көбейтеміз Б-ның мәні. Яғни Б-ның орнында менде 4 бар. 4-ке көбейтемін. Азайтылған 3 көбейтілген А-ның орнында менде неше бар? 6 бар. 3 көбейтілген 6. Тең болады. Енді мен мұны екеуін көбейтетін болсам, 5-ке 4-тен. Менде 20 шығады. 20, 3-ке 6-ны көбейтемін, 18. Онда мына өрнектің мәні менде 2-ке тең болады. Яғни мына өрнек менде 2-ның мәніне тең болады. Түсініп отырсыздар ғой? Яғни мен бастапқы берілген формула бойынша жай ғана өрнектің мәнін таптым. Болды. Есебім шықты. Менде нешеге тең болды? 2-ке тең болды. Яғни бастапқы өрнектің мәні 2-ке тең. Енді мен екінші өрнекті шығарып көрейін. Тура осындай тәсілмен қарайық. Бұл екіншіде бізде А-ның мәні нешеге тең? А-ның мәні менде 4-ке тең, ал Б-ның орнында менде 6 бар. Енді тағы да мен бастапқы формуланы қолданамын. Яғни мына формуланы әкеп, мынаған қоямын. Енді жасап көрейік. 4 дөңгелек 6. Байқасаңыздар, тек қана орын ауысты, басқа ештеңе өзгерген жоқ. Енді менде А-ның орнында мен басқа түспен жазайын. Мынау 4 деп отырған менде А-ның мәні, ал 6 деп отырған Б-ның мәні. Енді жай ғана орнына апарып қояйық. Так, бірінші не істеймін? Мына формула бойынша қарасам, 5-ті көбейтемін Б-ға. Б-ның орнында менде 6 бар. Азайтылған. Келесі бізде 3-ті көбейтемін. Нешеге? 4-ке. Көбейту. Көбейту амалы. Ары қарай 5-ке 6-ны көбейтсем менде 30. Түсініп отырсыздар ғой? 5-ке 6-ны көбейтсем 30. Так, 3-ке 4-ті көбейтетін болсам 12. Онда мына жерде өрнектің мәні нешеге тең болады менде? 30 азайтылған 12 тең болады 18-ге тең. Болды, есеп шықты. Бұл жерде
Құрметті оқырман, әріптестер, қараңыздар, бұл жерде біз жаңа логикалық амал дегеніміз мынау берілген тұрақты формуламен бастапқы екі немесе өрнектің мәнін табу. Яғни бұл жерде міндетті түрде амалдардың орындалу тәртібі, өрнектің мәнін табу, арифметикалық амалдардың орындалу тәртібі барлығы сақталады. Тек қана бізге қажеттісі берілген өрнекке, берілген бастапқы өрнекке, мына жерде тұрған жай ғана сандық мәндерді орнына қою керек. Бірақ әрине заңдылықты білу керек. Сіз апарып а мен бұның орнын ауыстырып жүрсеңіз, онда өрнектің мәні шықпайды әрине. Сондықтан бұл жерде баса мән беретін дүние, міндетті түрде сіз не жасауыңыз керексіз? Міндетті түрде сіз бастапқы берілген өрнекті дұрыстап қарау керек, формуланы. Соған апарып қоясыз, болды. Жақсы, әріптестер, түсінікті шығар, иә? Жақсы, түсінікті болса, мен келесі тапсырмаға өтемін. Келесі. Берілген формула бар жерде, заңдылық бар. Сол бойынша бізге а мен б-ның жердегі екі өрнектің мәнін табу керек. Біз бірінші не істеуіміз керек? Бұл жерде өрнектің мәнін есептеу үшін белгісіз бастапқы заңдылықты біліп алуымыз керек. Біріншісін қарайық. 2 мен 3 ортада енді шаңырақ сияқты бір белгі тұр. Бірақ бұл жерде 2, 3, 4. Ары қарай 3 пен 4, 3, 4, 5, 6. Так, 5 пен 2, 5, 6 деп тұр. Енді бұл жерде қандай қорытынды шығара аласыз? Мына екі санмен қандай байланысы бар? Қалай есептейміз? Қарайық. Бізде берілген мынау бізде 2 мен 3, так, 2, 3, 4, 24 шығып тұр. Енді бұл жай ғана шығып тұрған жоқ қой, кез келген санды алған жоқ бізде, белгілі бір заңдылық бар. Қандай заңдылық бар? Қарайық. Мысалы, мынау 2-ні қарасаңыздар, мынау барлығы осы бірінші тұрған санмен басталып жатыр өрнек. Көрдіңіздер ме? Көбейтіндінің бәрі. Онда менде мынау 2 дегеніміз бізде ол көбейтіндінің көбейткіштердің біреуі, алғашқысы 2. Яғни 2-ден басталады. Мынау 3 дегеніміз бізде көбейткіштердің саны. Мына жерде қанша сан бар, соған байланысты. Яғни 2 көбейтілген 3 десе бізде осымен 2-ден басталатын тізбектес 3 санның көбейтіндісі. Яғни 2, 3, 4. Яғни 2-ден басталатын тізбектес 3 санның көбейтіндісі. Түсініңіздер ғой, 2-ден басталатын тізбектес 3 санның көбейтіндісі. 3 дегеніміз бізде ол көбейткіштердің саны. Онда мына бізде 24 шығады деп белгілеп қойдық. Енді қарай, екіншісінде де тура шығады. 3 пен 4. Онда 3-тен басталатын тізбектес 4 натурал санның көбейтіндісі. Яғни 3, 4, 5, 6. Міне, тізбектес 4 сан. Мынау менде сонда көбейткіштердің санын білдіреді. Бізде ол 360-ға тең. Түсініп отырсыздар ғой, ары қарай. Үшіншісін қарайық, мысалды мен қарастырып жатырмын жай ғана. Енді 5-ті қарайық. Яғни бұл жерде бізде 5-тен басталатын тізбектес 2 сан. Тізбектес 2 сан. Онда ол біз 5 пен 6 болады. Тең болады 30-ға тең. Болды, есептің мәні 30-ға тең болады. Енді мына өрнектің мәнін табайық. Қалай табамыз? Қарайық. 6, 3. Онда менде не болу керек бұл? 6-дан басталатын тізбектес 3 сан. Тізбектес, қараңыздар. Өрнектің мәні бойынша да тура солай. Онда 6 көбейтілген 7, көбейтілген 8. Яғни менде 6-дан басталатын тізбектес 3 санның көбейтіндісі. 6, 7, 8. Бәріңізге естіліп жатыр ғой, Онда мына жерде 6-ға 7-ні көбейтетін болса, менде 42, 42-ні 8-ге көбейтемін. Так, 16, 4, 8, 32, 33, 336. Дұрыс қой, барлығыңызда. Жақсы, мынау менде 336 шығады. Түсініп отырсыздар ма? Ары қарай кеттік. Келесі. Так, келесі 5 және 4. Тура осыған ұқсас. Қазір шығарып көрейік. Бұл бізде 5-тен басталатын тізбектес 4 санның көбейтіндісі. Яғни бізде 5 көбейтілген 6, көбейтілген 7, көбейтілген 8. Тізбектес 4 санның. 1, 2, 3, 4 көбейтіндісі. Қосындысы емес. Так, 5, 6, 30. 30-ға 7-ні көбейтеменде 3, 21, 210. 210-ды 8-ге көбейтемен, Так, 8-ге көбейтіледі. Бұл жақтан 0-дің өзі болады. 8, 2, 8, 16. 1680. Дұрыс қой, Онда мына өрнектің мәні менде 1680. Яғни, бұл жерде қандай қорытынды шығарасыз? Бастапқы өрнектің сіз заңдылығын бірінші білу керексіз.
зерттейсіз берілген өрнек бойынша. Яғни сізге мысал ретінде 3 өрнек беріп қойды. Сіз 3 өрнекке байланысты ортақ қасиет есептеп аласыз, яғни заңдылығын тауып аласыз. Сол заңдылықты өзіңізге берілген сұраққа қойсаңыз болды. Есеп шығады. Яғни сізге үлгі берілді, сол үлгі бойынша келесі тапсырманы шығару керек. Бұл бізде жаңа логикалық амалдар деп аталады. Бұлдай тапсырмалар енді кездеседі, жиі кездесіп жатыр соңғы олимпиадаларда, сондықтан бұл тапсырма міндетті түрде керек. Жақсы, түсінікті болса, мен келесі тапсырмаға өтсем. Бұл бізде номер 2-ші тапсырма. Жақсы, келесі, 3-шісі. Так, 3, 4, 2. Кешірім өтінемін. Так, 3 пен 4 көбейту сияқты көрініп тұр. Бұл жұлдызша ретінде 3 жұлдызша 4-тен болады 2 шығады дейді. Бұл жерде байқадыңыздар ма? Сіздерге заңдылық берілмеген ешқандай. Қандай заңдылық бар екен бізде белгісіз. Біз енді бұл жерде өзіміз зерттеп көруіміз керек. Бұл жерде заңдылық қандай екен. Так, бірінші біз не істеуіміз керек? Мынау 3, 4-тен 2 қалай шығып жатыр деген сұраққа жауап беріп көрейікші. Қандай заңдылық бойынша? Так, үшеуінен ортақ болатын керек бізге. Бұлай жасауға болатын сияқты. Так, мен басқа тұсап алайын. Так, мынаны жерге жазамыз и мынаны төменгі қарай жазайық, сіздерге түсінікті болу үшін. Так, ортақ заңдылықты қарастырайық қазір. Қараңыздар, бұл жерде қандай ортақ заңдылық бар? Так, екеуінде ортақ болу үшін біз 3-ті көбейтеміз. Давайте 2-ге азайтамыз 4-ті. Так, шығамын, 2 шығып тұрмын. Бірінші орында алады. Так, екіншісін қарастырайық. Так, 5-ті көбейтеміз 2-ге азайтамыз. Так, 5-ті көбейтеміз 2-ге, так, азайтамыз. Шығады екен ғой. Тамаша. Жақсы. Так, азайтамыз. 3-тің өзінде 2-ші тұрға дөрдік. 5-ті 2-ге көбейтік те 3-ті азайттық. Тең болады, менде 5, 2, 10, 7 шығады. Жақсы. Тамаша шығып тұр. Келесін қарайық. 8-ді көбейтеміз 2-ге, азайтамыз 2-ні. Так, оны 2-ні азайтып жатырмыз, 16, 14 шығып тұр. Байқадыңыздар ғой, заңдылықта. Яғни біз бірінші өрнекті 2-ге көбейтеміз и екінші өрнекті азайтамыз. Яғни бірінші өрнектің мәнін 2 есеге арттырамыз да, екінші өрнекті азайтып тастаймыз, болды. Сонда өрнектің мәні шығады. Онда мына өрнекке қазір салып көрейік осыны. Так, 9-ді көбейтеміз 2-ге, азайтамыз 3-ті, заңдылық бойынша. Жай ғана заңдылық бойынша міне. Көбейту 2 мен азайту. Так, 2, 9, 18, жерде 15 шығады. Яғни бірінші өрнектің мәні бізде 15-ге тең. Түсініп отырсыздар ғой заңдылықта? Екіншісінде тура солай, яғни бастапқы мынау берілген өрнектегі заңдылықты біз мыналарға қолданамыз. Мұнда біз 18-ді көбейтеміз 2-ге, так, 24-ті азайтып тастаймыз, яғни көбейту 2. Так, 18-ді көбейтсек бізде 36, 24-ті азайтамын, тең болады бізде, қателеспесем 12 қалады, так, 12-ге тең. Әріптестер, түсінікті ғой, өрнектің мәнін табу бұл жерде ең бастысы бізге не істеу керек? Бастапқы логикалық берілген формуланың, яғни заңдылықтың белгілі қандай бір заңдылық бойынша жасалып жатқан зерттеп қарау керек. Яғни сол ортақ заңдылық бойынша сізге берілген өрнектің мәнін табу керек. Болды, есеп шығады сонымен. Жақсы, әріптестер, түсінікті ғой барлығыңызға, сұрақтарыңыз жоқ қой? Жақсы, жоқ болса кеттік келесі тапсырмаға. Қандай да бір сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде қоюларыңызға болады. Так, келесі 4-шісі. Енді 4-шісі қатты бір қиын емес сияқты, бірақ бұл жерде формулаға мән беріңіздер. R мен S үшбұрыш арасында R мен S-тің көбейтіндісі қосылған R азайтылған S.
Так, бұл өрнекте де тура бағанағы алғашқы есептегідей шығарып алайық. Бұл жерде маған ең қажеттісіне мынау белгіленген әріптердің арасындағы заңдылықты ұмытпау керек. Яғни қай әріп қай жерге қолданып тұр. Соған байланысты екінші өрнектегі нені тауып алу керек? Так, ердің мәні менде бұл жерде 4-ке тең. Түсініп отырсыздар ғой? Ердің мәні, мынау s-тің мәні. Ал s-тің мәні менде мына жерде 6-ға тең. Болды. Осы өрнек бойынша мен мәнін есептеп көремін. Давайте мен мына жерге есептей берейін. Мына жаққа. Так, 4, 3 бұрыш, 6. Яғни менде бұл жердегі ердің мәні 4-ке тең, s-тің мәні 6-ға тең. Болды, осы бойынша қазір есептеп көремін. Так, бірінші мен r мен s-тің көбейтіндісі. R деп отырғаным менде 4 көбейтілген, s деп отырғаным 6. Көрдіңіздер ғой? Енді қосылған r. Қосылған r дегеніміз бізде ол 4-ке тең, азайтылған s ол бізде 6-ға тең. Енді осы өрнектің мәнін табамын. 24 қосылған 6, азайтылған 4. Так, мына жерде. Так, қосылған 4, азайтылған 6, е. Так, тең болады бізде 28, 28-дің алтынан азайтам, менде 22. Так, өрнектің мәні бізде 22-ге тең, бірінші өрнектің мәні. Тамаша. Так, енді қараңыздар, мен енді екіншісін есептеп көрейін, тура осыған ұқсас. Так, екіншісіне қарайтын болсаңыз, так, r-дің мәні бізде 5-ке тең, ал s-тің мәні бізде 9-ға тең. Жай ғана орнына апарып қоямын. 5 жұлдызша, 3 бұрыш, 3 бұрыш, 9. Так, мына жерде бізде 5 дегеніміз ол бізде r-дің мәні, ал 9 дегеніміз бізде s-тің мәні. Мынау формула бойынша мен мынаны пайдаланып жатырмын әлімге дейін. Енді орнына апарып қойып көрейін. Так, r мен s-тің көбейтіндісі міне, бірінші өрнек бойынша. Яғни 5 көбейтілген 9. Қосылған s. S дегеніміз бізде ол 9-ға тең. Қосылған r. Қосылған 5. Азайтылған s. Азайтылған s ол бізде 9. Так, 5, 9, 45. Қосылған 5, азайтылған 9. Так, 45-ке 5 қоссақ 50, 50-ден 9 азайтамыз, бізде 41. Болды. Өрнектің мәні менде 41-ге тең. Яғни бірінші А өрнектің мәні бізде 22, екінші өрнектің мәні 41-ге тең болды. Әріптестер, түсіндіңіздер ғой, иә? Бұл жерде ең бастысы не істеу керек бізге? Бастапқы берілген дайын формуладан, немесе дайын заңдылықты бірінші біз өзіміз зерттеп алуымыз керек. Қандай заңдылық бар, және формулада қалай қолданылды мүшелері. Сондықтан тура соны зерттеу арқылы келесі өрнектің мәнін табуға болады. Кеттік онда келесі. Соңғы 5-ші. Бағана естеріңізде болса, азанда мен WhatsApp топқа жібердім осы себепті. Енді бірден бұл тапсырмаға түсу қиын болды, сондықтан мен белгілі бір қадам бойынша келдім. Оңай есептен орташа, сосын жайлап сәл күрделі деген. Енді бұл енді өте қиын тапсырма емес әрине. Бірақ көп қателік жіберетін тапсырмалардың бірі. Так, заңдылықта қарайық. 2-3 шаңырақ ортада. Бүгін өзі бір шаңырақ. Қазаққа ең бір қасиетті заттардың бірі. Кигіз үйге байланысты. Так, 2-3. 2, 3, 4. Баған естеріңізде бар ма? Бізде көбейтуге байланысты болды осыған ұқсас тапсырма, е? Онда біз 2-ден басталатын тізбектес 3 санын қосыңыз. Яғни бізде бірінші санымыз тізбектес сандардың басталуы, ал екінші санымыз сол қосылғыштардың саны. Яғни тізбектелген қанша қосылғыш бар екенін білдіреді. Яғни 2 мен 3 дегеніміз ол 2-ден басталатын 3 тізбектес қосылғыш. Ал 5 мен 4 дегеніміз ол 5-тен басталатын тізбектес 4 натурал санын қосыңыз. Тағы да қайталап айтамын. Тізбектес. Онда мен бірінші өрнектің мәнін тауып көрейін қазір, иә? Бірінші өрнекте бізде қалай жасаймыз? 6-дан басталатын 8 қосылғыш қой бізде, түсініп отырсыздар ма? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Қараңыздар, 6-дан басталатын тізбекте 8 қосылғыш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қосылғыш. Қараңыздар, енді бұны қалай есептейміз? Біз алдыңғы бастапқы бірінші тақырыпта біз Гаусс әдісі дегенмен оқығанбыз. Гаусс әдісі бізде тура осындай көп қосылғыштарды оңай шығаруға болатын жолдарын қарастырады. Қарайық.
Мысалы, мен мына қосылымды табу үшін 6-ға бірінші 13-ті қосып алайын. Нешеге тең? 6-ға 13-ті қосатын болсам. Нешеге тең болады? 6-ға 13-ті қосамын, 19 болады, е? Ары қарай, келесі 7-ге 12-ні қосамын. Неше шығады менде? Тағы да 19 шығады. Келесі 8-ге 11-ді қосамын. Тағы да 19 шығады. 9-ға 10-ды қосамын. Тағы да 19 шығады. Яғни менде мына жақта 19-да неше бар? 4-еу бар. Яғни мына өрнектің мәнін табу үшін мен 19-ды жай ғана 4-ке көбейте салсам болады. Енді 19-ға 4-ке көбейту қиын болатын болса, бірінші 19-ды 20-ға көбейте саламыз, 80, одан жай ғана 4-ті азайтып тастаймыз. Сонда 76. Жауап бізде 76 бірінші өрнекте. Жақсы. Бұл бізде Гаусс әдісі бойынша, е? Енді қараңыздар, көп жағдайда біз осы екінші өрнектің мәнінен көп шатысамыз. Мен екінші өрнекті дұрыстап отырып қазір түсіндіремін сіздерге. Қараңыздар, екінші өрнекте қалай мәнін есептей аламыз? Мен былай жазайын жерге. Екінші өрнектің мәнін. Енді бұл жерде жақша бар, қараңыздар. Бізде мынада ереже бар математикада, егер арифметикалық амалдар келетін болса, бірнешеу қатарынан, ең бірінші не орындалады? Бірінші жақшаны орындаймыз. Так, жақшаны орындаймыз. Так, жақшаны ішіндегі өрнектің мәнін тауып аламын. Яғни маған бірінші мына күрделі өрнекте мына 5 шаңарақ 6. Осының мәнін табу керек. Ал енді бұның мәнін табу үшін бізде заңдылықты қарауымыз керек. Заңдылық бойынша бізде бұл 5-тен басталатын тізбектес 6 натурал санның қосындысы. Мұнда 5 қосылған 6, қосылған 7, қосылған 8, қосылған 9, қосылған 10. Яғни бізде мына жақта 6 натурал сан бар, тізбектес. Енді қосып көрейік. Тағы да Гаусс әдісімен қосасақ болады. Мына жақтағы 5 пен 10-ды қосатын болсақ 15. Так, 6 мен 9-ды қоссақ бізде 15, 7-ге 8-ді қоссақ 15. Яғни бізде 15 3-ке көбейткенге тең. Мұнда 45. Мына өрнектің мәні менде 45-ке тең болды. Жақшаның ішіндегі өрнек менде 45. Енді байқадыңыздар ма? Бізде екінші амал пайда болады, е? Жақшаның ішіндегі өрнекке мен 45-ті қоямын, және 3. Мына 3-тің өзін қойдым. Сонда менде 45-тен басталатын 3 натурал санның қосындысы. Тізбектес. Тағы да қайталайын, тізбектес. 45 қосылған 46, қосылған 47. Дұрыс айтасыздар, иә? Келісем. Тамаша. Так, мынаны қосатын болсақ, бізде өрнектің мәні нешеге тең болады? Так, қателеспесем 138 ғой, 138. Яғни мына үш өрнектің мәні 138-ге тең. Немесе мынаны былай қоссақ болады, 3 көбейтілген 45 қосылған 3 деп. Бәрібір 138 шығады сізде. Болды, өрнектің мәнін тауып алдық. Яғни бұл жерде қандай заңдылық? Берілген, сіз жаңа логикалық амалды шығару үшін бастапқы берілген формуланы немесе заңдылықты дұрыстап зерттеу керек, міндетті түрде. Және екінші ескеретін жағдай, сіз өрнектердің мәнін есептеген кезде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін міндетті түрде сақтау керексіз. Сол кезде бар, ары қарай тапсырмалардан қателесу мүмкіндігіңіз аз болады. Жақсы әріптестер, бүгінгі сабағымыз осыраға дейін болсын. Сіздермен бүгінгі сабақты кездескеніме қуаныштымын. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандар болса, менің аты-жөнім Нұрланбек Табысұлы. Мұғалімдерге 3 айлық математика олимпиада және логика бойынша тегін тақырыптармен жұмыс жасап келе жатырмын. Барлықтарыңызды келесі сабақта көріскенше қоштаспаймыз, үй жұмыс жасаймыз, міндетті түрде берілетін болады. Жақсы, сау болыңыздар.